როცა მთვარე ვარსკვლავებს ნახავს, როცა ქარი მოყვება ზღაბას, როცა ღამე მისურვებს წყვილს, მაშინ ვიწყებ ფიქსა მაოლოდი, არ უჩანს ბოლო, ცხოვრება გარბი, ფიქრები მხოლოდ არ მინდა არა, მთვარემაც მიმადოვო, წამოვთვარე დავიარო, შემოვიაროთ, მთელი ღამე და ქუჩები გადავიაროთ. Здесь в Грузии должен побывать каждый, короче. Ассаламу алейкум. Казахстан. Я смачно. Так, біздер Ночная съемка начала. шығайын деп жатырмыз. Аяз бауырымыз бізді аэропортқа апарып тастауға келісті. Рахмет. Қазір біз аэропортқа барамыз. Құдай қаласа ертең сағат 3:45-те Тбилисиге жетеміз. Содан басталып біздің автостоп ақшасыз саяхатымыз басталады. Грузияға келгенсіз ба? Жоқ, мен үнемі армандайтын Грузияға келдім. Қойыңыз? Иә. Маған Грузияны әдемі деп айтады, бірақ мұнша сұлу болады деп ойлаған жоқпын, шыны керек. Қазір бүкіл толық көреміз қазір Грузияға. Давай, кеттік. Біз жаңа достау болдық. Есхан ұнатып қалған сияқты ғой. Бір километрден бері артымыздан қалмайды. Атын кім деп қойдыңыз әке? Атың ба? Иә. Арлан деп қойдым ғой. Арлан. Тбилиси қаласындағы әлем көпірінде келдік. Ол Грузияның бұрынғы президенті Саакашвилидің ықпалымен құрылған екен. 2008 жылы Грузия Осетия қақтығысынан кейін пайда болған бұл көпір қазіргі кезде Тбилиси қаласының ең көрнекті қонақжайлық мекеніне айналған екен. Дәке, тамағыңыз бар ма итке? Сәл берейік та. Сейчас, друзья, мы находимся на мосте мира. Он олицетворяет путь от исторического прошлого страны к ее лучшему будущему. Но жители пренебрежительно называют его Олуэсом, и он не подходит под конструкцию старого города. Шынайы өмірге тап болдық енді. Осындай Балық, килика. Өте дәмді. Ана Өзбекстандағы кашадан осы дұрыс. Залетело. Есхан екеуміз тамақтанып болдық енді, бұйыртса 3-4 сағат пока жетеміз. 3-4 сағат қарны ашпайтын шығар деп ойлаймыз. Қазір біз неге барамыз? Статуя. Иә, Мать Грузии. Аты қандай статуяның аты? Мать Грузии? Одан бөлек жаңа қорған бар. Нарихала деген. Иә, Нарихала деген қорғанға барамыз. Сол жерде қазір керемет әдемі суреттер көрсетеміз. Мы направляемся в сторону старого города. Сейчас мы возле памятника Варханга Гарсагали. Что вы продаете нам так? Чурчхела. Чурчхела? Да. Это что? Грецкий орех, худуки, сладкий. Это грецкий орех, Да. и он покрытый. Это белый виноград, гранат, красный виноград, обычный виноград, биот, все вкусные. А сколько они стоят? Это 2,50, 2,50 да 15. Большой вес. Это $1, да, примерно. Грузияның негізгі валютасы лари екен.
Бұлда ларидың құны өте былай айтқанда теңгемен салыстырғанда күшті. Мысалы $1 2,6 лари. Сонда шаққанда примерно 1 лари олардың біздің теңгеге шаққанда бір 150-160 теңге болады екен. Және де бұл жерде туристер өте көп. Қараңыздар, өте ағылып келіп жатыр. Себебі туристке көретін қонақжайлық мекендер өте көп. Грузияның центрында орналасқан көрнекті әсем жер Абанатубани, қазақша айтқанда баня. По легенде, здесь, когда охотился царь Карсагани, он здесь нашел горящие источники и решил построить здесь такой город, как Тбилиси. Мына жерінен сұлулығын көзбен енді сөзбен жеткізе алмаймын, өте керемет енді. Бір қарап қойсаңшы. Данияр, байқадыңыз ба, біз жолға шыққанда всегда осындай погода болып қала береді. Е жаңбыр, Өзбекстанда вообще қар жауып кетті. Андай мақал бар еді ғой, мен ұрлыққа түскенде ай жарық болды деген сияқты. Біз саяхатқа шыққанда погода енді біз ойлағандай болмайды. Бәрібір сонда да біз дайынбыз, ә? По статистике Грузии 95% людей являются христианами и 5% населения другого вероисповедания. Вот мы находимся возле мечети, и он единственный пока, который мы увидели в городе. Пешком хотите подняться? Да. Вот прямо идите сам вверх, подъем наверх, да? С левой стороны. На возвышенности старого города находится крепость Нарикала. Он является душой и сердцем Тбилиси. Побывать здесь надо обязательно. Нарикаланың нақты құрылғаны белгісіз, бірақ деректерге сүйенсек 4-ші ғасырда уже бар екен бұл Нарикала. 8-ші ғасырда арабтар жаңғыртып бұл жерде тағы да көркемдеген. 11-13-ші ғасырда моңғолдар бұл жерді жаулап алып, одан да көркейтіп әдемі осындай қорған салған екен. Ендеше Нарикаланың сұлулығымен бірге тамашалайық достар. Поднимаемся на великую грузинскую стену. Нарикала қорғанысының жоғары жеріне баратырмыз. Это аналог китайской стены. Қазір қаланы үстінен квадрокоптерден көрсетеміз. Ух, смотрите, какая тема. Жоғары қарай баратырмыз біз. Ләке абайлы. Мына жерде спуск деген. Өте жағын абайлаңыз. Шарлайық деп жүріп өзіміз шарлайық болып кетейік. Достар, біз енді келесі Грузияның қонақ жайлығы Грузияның шешесіне барамыз. Осыған енді абайлаңыз. Бұл жерде кәдімгі шығу оңай емес, экстремнан. Where are you from? From Georgia. Georgia? Do you understand? Yeah. Это очень богатая страна. Казахстан, да? Много русских, да? Да, много. Большое. До свидания вам. До свидания. Нұрсұлтан достар. Мы автостопим без денег. Серьезно? Да, из Алматы. Слушай, ну взяли бы хотя бы, не знаю, велосипед или что. Нормально? Деньгами не надо помочь? Нет, спасибо. Привет, Казахстан, привет ребятам и огромный алматинская туса. Молодцы, ребят, пока. В Грузии почти не бывает снега. Даже если он бывает, он выпадает на пару часов и сразу тает. Біз Грузияның шешесіне келдік. 90-шы жылдары Грузияның президенті бұл монумент алып тастап орнына басқа монумент қоям деген. Кейін Тбилисидің 1500 жылдығына қарай Грузияның президенті оған ақша бөліп, осындай керемет монумент орнатқан екен. Высота монумента 20 метров. Он был построен в 1958 году. А в руках женщины вино и меч. Меч для врагов, а вино
только для друзей. Қосылып тұрған ғой уже. На, сүттілігі. Да. Автостопом. Салматы? Вы нас можете угостить. На ютубе можете потом. Нет, я имею в виду едой. А русский не знаю, это... Не. Вообще нет, что ли? Да, потом мозги копает, ну. Здесь близко просто. Сейчас обходить надо будет. Друзья, мы сейчас в ботаническом саду, и мы направляемся к водопаду Лев-Тахи. Саакашвили өз президент болған кезінде осы водопадты қолына алып жергілікті жастардың керемет сүйікті жеріне айналдырған екен. Может, нас пропустите, мы сходим? Я не буду Камеры стоят. Обидно, почему-то везде не пропускают. Вот охрана стоит там. Ага. Спросите охрану. Хорошо. Решили пройти, короче, не заплатив. Бізде енді ақша жоқ, қайтеміз. Әдеттегідей осы керемет дәлжібектерді киіп алып, күннің суығына, күннің жаңбырлығына қарамай ары қарай кетіп бара жатырмыз. Друзья, мы сейчас пришли в золотое место, которое находится в Тбилиси. Оның қазір сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Қазір сіздерге көрсетеміз. Елесе. Данияр екеуміз уже сағат 2 сағаттан аса уже жүріп жүр. Жаңбыр тоқтамайды. Әрбір историяның бір қиыншылығы бар ғой. Біздің приключенияның ең қиыншылығы үй табу. Біз соған енді кірісіп бастадық. 2 сағат болып жаңбырдың астында жүргенімізге. Қол деген жауырады. Короче, нам нужно вообще без денег переночевать поедем. Здравствуйте. Да, только один день. Да, завтра уезжаем утром. Минутку, я позвоню по интернету. Стойте 2 минуты. Есть сложность одна. Какая? Мы без денег. Посмотрите здесь хостел. Да? Здесь хостел. Спасибо. Да. Спасибо. Мы без денег путешествуем, нам нужно переночевать. Вообще нету, все занято. Жаңа біз Бесхан екеуміз Тбилиси қаласының ең әдемі жерлерін тамашаладық. Енді контрастқа келдік. Кәдімгі шынайы Тбилисидің өмірі. Бізге дауылда помогли. Нам сказали хостел. Как-то. Нет, наверное. Мы бесплатно путешествуем. Вот. Нас хлебом угостили. Бесплатно ходили? Да. Целый день мы подождем. На улице будем ночевать. Дождь идет, окажется. Нам разуваться здесь? Да. Ого, ничего себе. Вот здесь классно. Мы будем всем советовать, чтобы сюда приезжали. Мы же видеоблогеры из Казахстана снимаем. Ну, рекомендация будет, короче, от нас. Біздің 5 сағаттық үй іздеу процесіміз әйтеуір ақырына жетті. Әрекетке берекет дегендей. Жаңа ескі қаланың ішіне хостелдарды айтып жағдайын түсіндірдік. Осы хостелдің егесіне айтып едік. Ол кісі жоқ деп бізге отказ берді. Сосын кетіп бара жатыр едік. Қаяқтансыңдар деді, Қазақстаннамыз осыны деп айттық. Сөйтіп жарайды кіріңдер, жаңбырда судың астына қалдыңдар деп. Өз қамқорлығына алды. Біз ертең Ингушетияға құдай қаласа. Әкең айтасыз. Вот тебе.
Сізге сәттілік. Нет, вот Казахстан. Казахстан? Вот написано здесь. Ага, ваш президент хороший был. А здесь Грузия как у вас? Экономика нормально, да, у вас? Нет, Нет? очень. Средняя зарплата сколько лари у вас там, в Грузии? 300, 350, да. Ё-моё, почти 100 долларов, да? Да, А у вас сейчас президент кто? сейчас выбрали женщину. Да, Через мост автостанция. Через мост? Автостоп. Автостоп. Отсюда едут же, да, в ту сторону? Спасибо. Здравствуйте. А могли бы подбросить нас до Цицамури или хотя бы по пути? Я не по пути, такси. Здравствуйте. Нам до Цицамури надо. Да, без денег. Спасибо. Карпури? Это где? Далеко? Ага. А здесь что, не едут отсюда? Нет? Давайте подбросим, пожалуйста. А здесь как в Грузии вообще? Экономика вообще? Ну, как живут? Так себе, да? Средняя зарплата здесь сколько? Ну, лари? я работаю сейчас в компании Coca-Cola, Ага. и у меня зарплата где-то 800 баксов. О, здесь Мой 50. брат работает в Grand Electronics, он развозит эту технику по домам. И у него где-то под 800 лар. Под 800 лар выходит где-то, 350. ну да, вот 350-300 баксов. Из Казахстана приезжают сюда покупать машины. Блин, они такие тонкие, их просто не одурить, ну. Деревня, да, на Тахтаре, да? Это сама деревня, и здесь выпускают эти Вот элементы. такой на Тахтаре, да, выпускают? Потому что самый уникальный вода подземный у нас здесь. Так, біздер Тбилисиден на Тахтаре ауылына келдік. Енді ары қарай Френсов ашу керек. И от нас вам пару лайфхаков, как правильно автостопить. Первый лайфхак. Надо обязательно написать на коробку, чтобы фильтровнуть тех людей, которые не едут в ту сторону, и таксистов тоже. Екінші лайфхак, автостоппен ұстап тұрған кезде сабыр өте керек. Себебі машина 3 сағаттан кейін тоқтауы мүмкін, 1 сағаттан кейін тоқтауы мүмкін, жарты сағаттан кейін белгісіз. Сол үшін күтеміз, біздің машина әйтеуір келеді. Мы уже долго ловим автостопом машины, и мы застряли в деревне на Тахтаре. Пробовали с коробкой ловить, не ловится. Пробуем без коробки, тоже никто не останавливается. Очень вкусно яблоко. Здравствуйте. Как ваши дела? Отлично все. Нам нельзя пить просто. Почему? Ну, религия у нас. Мусульмане мы. Нельзя пить. Мусульман есть у меня, слушай, с Казахстана они пьют, вместе пьем. Здравствуйте. Здравствуйте. Ого, вы наш спаситель, капец. Вы откуда, ребят? Мы из Казахстана. Вы в связи с чем не останавливаются, говорите? Машины. Не любит, да, здесь останавливаться? Да, не любят здесь автостоп брать, я не знаю почему. Ну, потому что я, например, в Америке была, в Америке автостопом подвести без проблем, да и в России без проблем. Мы плавно переместились в церковь Ананури. Да. Өте керемет. Смотрите, это чума.
Что сказать, Грузия очень крутая природа. Ну, с автостопом проблема. Ну, есть маленькие проблемки, да. А с автостопом здесь явные проблемы с тем, что люди здесь не забирают. Даже в формате такси они не забирают на трассе людей. В сторону Владикавказа. Сможете хоть? Казбек? Докиньте хотя бы. Все? Казбек, да, говорит? Ну, это почти на границе. О, Вы откуда? мы из Казахстана. Это еда турецкая, чучело называется. Это как сникерс. Ну, это войны делали, потому что это виноградный сок с мукой и орех внутри. И это, она не портится, и в рюкзаке всегда у воинов это было. Когда грузовики здесь застревают. С перевода тұрып қалдық. Қар алдында жүріп сол жақты сол тазалап жатыр. Жарты сағат болды бүгін. Ресейдің границасына жетеміз белгісіз. Всего хорошего вам. Степан Сминдаға келдік. Өте суық. Сейчас мы будем проходить границу Владикавказа. И это горная местность, там находится Казбек горы. Күн өте суық, кәдімгідей қараңыз. Қолғап киіп. Біз бағана азанда 8-ден шықтық. Какой-то 150 километрді границаға жете алмай тұрдық та. Вообще бұл жерде автостоп. Жұмыс жасамайды. Не работает. Уже 10 километр болды жаяу келе жатқан жел. 10 километров остался, да? В течение 3 часов мы дойдем, хоть и в гору идем сейчас. Вышли из-за угла, и здесь сразу такая красота. Смотрите, какой вид это. Мы оказались здесь, в Грузии должен побывать каждый. Если ко мне в гости будете, я вам вместе буду жить, пить, жить, все.